Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз онлайн прокторинг модулін қолдану арқылы білім алушыларға тест тағайындау модуліне арналады. Ол үшін тестілеу бөлімінен тестілеу мәнін таңдаймыз. Келесі жаңа тест тағайындау батырмасын таңдаймыз. Тестілеудің атауын, тестілеудің тілін және де тестілеудің өткізілетін уақытын көрсетеміз. Барлық ақпараттарды толтырдық және де бір білім алушы тестілеуге арналған уақытын көрсетеміз. Бақылау түрі, яғни қандай бақылау түріне біз тест тағайындаймыз, сол бақылау түрін таңдаймыз. Келесі төмендегі ақпараттар, яғни онлайн прокторинг жүйесін қолдану, яғни бізде білім алушылар тест тапсырмасын тапсыру барысында қандай тексерулер жүргізілу керек, соларды көрсетеміз. Яғни бар тексеру түрлері, яғни бұл тізімнен қандай да бір тексеру түрлері тест тапсыру барысында қажет болмаған жағдайда біз алып тастауымызға болады. Келесі тестілер бөлімі, яғни тест тапсырмаларын қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз және де тізімнен өзімізге қажетті тестті қосамыз. Келесі білім алушылар бөлімінен білім алушыларды таңдаймыз, яғни қосу батырмасын таңдап, параметрлер арқылы өзімізге қажетті топты таңдаймыз. Білім алушымызды қостық, ары қарай тесттің тапсырмаларын тағайындаймыз. Яғни тестілеуді тағайындау батырмасын таңдау арқылы біз тест тапсырмаларын тағайындаймыз. Біздің тестілеуіміз сәтті тағайындалды, яғни білім алушыларға онлайн прокторинг жүйесін қолдану арқылы тестілеуден өту тағайындалды. Білім алушылар онлайн прокторинг модулін қолдану арқылы тест тапсырмасын тапсырғаннан кейін біз тестілеу бөлімінен тестілеудің ведомстволары бөлімін таңдаймыз және де білім алушылардың тапсырған нәтижелерін тексеру үшін тестілеуде онлайн прокторинг қолданылды ұяшығын белгілейміз және де өзімізге қажетті тағайындалған тестті таңдаймыз. Яғни көріп тұрғанымыздай біз өзімізге қажетті білім алушыны таңдадық. Бұл жерде тестілеу тапсырмасын орындау барысындағы барлық ақпараттарды көруімізге болады. Келесі күдіктілік пайызын көруімізге болады. Яғни бұл жерде бізде сенімділік пайызы 92% және де күмән жоқ мәнін көруімізге болады. Келесі толық есеп бөлімінде есептемені қарау батырмасын таңдау арқылы біз білім алушыға қатысты барлық ақпаратты көреміз. Яғни білім алушының аты жөні, қандай пәннен тапсырды, күдіктену пайызын қарауымызға болады, сенімділік кепілі пайызын көруімізге болады және де қанша тәртіп бұзушылықтарды көруімізге болады. Яғни бізде 21 тәртіп бұзушылық болған, ал төменгі бөлімде барлық толыққанды ақпаратты көруімізге болады. Яғни тапсырылған уақыттары, қандай тәртіп бұзушылықтар болғанын көруімізге болады, яғни басқа браузерлерді ашқанын көруімізге болады және де экраннан тыс бөлімге қараған, яғни барлық толық ақпараттар көрінетін болады. Бұл жердегі әртүрлі түспен бізде қандай тәртіп бұзушылықтар орын алды, соны көруімізге болады. Яғни жеңіл тәртіп бұзушылық ол жасыл, орташа тәртіп бұзушылық сары түспен және де күрделі тәртіп бұзушылық қызыл түспен белгіленеді. Келесі бөлімде аудио жазба және де видео жазба бөлімде бізде тестілеу барысындағы білім алушының тест тапсырғандағы видео жазбаны көруімізге болады. Осындай ретпен қызметкерлер білім алушылардың тест тапсырмаларын онлайн прокторинг модулі арқылы тапсыру барысын қадағалай алады және де толыққанды ақпарат ала алады. Бұл жердегі бізде видео жазбалар 3 ай сақталады. Осымен қызметкерлер атынан онлайн прокторинг модулін қолдану арқылы білім алушыларға тест тапсырмасын тағайындау және де тест тапсырмасын орындау бойынша барлық есептемелерді көруге арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.